Ұлы Қытай қорғаны, тарих пен аңыз. Ежелгі замандарда күн шығыс аспанында қызыл шапақ ойнағанда Қытай даласы бір алып құбылысқа куә болды. Таулардың қырларымен созылып жатқан көкжиекке дейін жететін тас айдаһардай ирелеңдеген ұлы Қытай қорғаны. Аңызда айтылады, баяғыда аспаннан түскен айдаһар адамдарға жол көрсетіп, қорғанның қай жерден өтуі тиіс екенін сызып берген екен. Содан бері халық айдаһардың ізіне тас қалап, қабырға тұрғызған. Бұл қорған аспаннан түскен құдіреттің өзі қолдаған жоба деп сенген. Бірақ тарих бізге басқа сыр айтады. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда Цин Ши Хуанди атты император елді біріктіріп, жаугершілікке толы заманда халықты солтүстіктен келген ғұн тайпаларының шапқыншылығынан қорғау үшін осы ұлы құрылысты бастатады. Мыңдаған шақырымға созылған қорғанды тұрғызуға миллиондаған адам қатысады. Қолында балтасы, арқасында ауыр тасы бар жұмысшылар күндіз-түні еңбек етті. Көптеген адамдар аштық пен шаршаудан қаза тауып, сол жерде жерленген. Сол себепті кейбір аңыздарда ұлы қорған халықтың сүйегі мен қанынан тұрғызылды деп айтылады. Уақыт өткен сайын бұл қорған халықтың қайғысының ғана емес, шыдамдылығы мен бірлігінің белгісіне айналды. Таулардың арасынан қараған адамға ол аспанға ұмтылған айдаһардай көрінеді. Оның ұзындығы 21 мың шақырымнан асады, яғни бүкіл Еуропаны бір шетінен екінші шетіне дейін кесіп өткенмен тең. Қорғанның үстімен сарбаздар жүреді, биік мұнараларда қарауылдар тұрады. Әрбір кірпіш пен тас тарихтың үнсіз куәгері. Қытай халқы бұл қорғанды тек әскери мақсатта емес, аңызды қорғаушы деп те қабылдады. Кейбір әңгімелерде түнде аспаннан түсетін айдаһар оның үстінен ұшып өтіп, халықты жаман рухтардан қорғайды дейді. Ал кейбір халық сенімінде қорған тірі ағза. Оның тамыры жер астында, денесі таулардың үстінде, ал рухы аспанда қалықтап жүр. Сондықтан ұлы қорғанды көрген саяхатшылар оны жердегі ең алып айдаһар деп атаған. Бүгінде бұл ғажайып құрылыс дүниежүзілік мұра, адамзат еңбегінің ең ұлы туындысы ретінде бағаланады. Ол тек Қытайдың ғана емес, бүкіл әлемнің тарихында ерекше орын алады. Қорғанға шыққан әрбір адам ежелгі сарбаздардың ізі қалған тастардың үстімен жүреді. Әрбір кірпіш өткен ғасырлардан сыр шертеді. Ал алыстан қараған кезде ол әлі күнге дейін айдаһардай қимылдап, халықтың ерлігі мен азабын еске салып тұрғандай. Ұлы Қытай қорғаны тек тас дуал емес. Ол аңыз бен тарихтың тоғысқан жері. Ол халықтың бірлігінің символы. Ол мыңдаған жылдар бойы уақытпен бірге өмір сүріп келе жатқан мәңгілік ескерткіш.